Егер де 800 элиталық футболшылар мен олардың бапкерлері бір шатырдың астында өмір сүрсе не болар еді? Футболшылар сыпайылық дегенді ұмытса және өздерінің шынайы келбетін танытса, бұл чемпиондар шоуы. Көпшілік менің барысым бұл пенальтиден гол соғу ғана деп біледі, бірақ мен оны алып беру үшін өтірік жылауды да білем. О, мен Барса жейдесіндегі алғашқы америкалықпын. Америка! Бундеслиганы жеңіп алу сондай оңай деп ойлайсыздар ма? Негізі барлығын жақсылап жоспарлап алған дұрыс. Және лигадағы өзге командалардың үздік ойыншыларын сатып алу керек. Күн салқындаған сәт. Бұл Флориданы аралаудың дәл шағы. Бұл жақта бізде тым жақсы жерлер өте көп. Достым, қане тездет. Қыздар қазір келіп қалады. Сәлем жігіттер, біз түскі аса келдік. Не істеп жатсыздар? Уайымдама, біз контрабанда үшін туннель қазып жатырмыз. Джейдон, егер сен күндердің бір күнінде Манчестер Юнайтедте ойнағың келсе, онда ереже бұзғанды тоқтатуың керек. Мұндайға араласпа. Ал мынаған не дейсің? Қараш, не істеп жатқанын. Картоп. Жетер, сыйластық танытсаңшы. Дәл қазір біздің жеке жайда өзіңді жақсы сезініп тұрсың. Ал енді өзге жақта сен өзіңді қалай сезінесің? Соны білетін уақыт жетті. Еуропа лигасының үйіне қарай тур ұйымдастырамыз. Жоқ, мен ол жақта оралғым келмей, қыстай алмайсың да. Еуропа лигасы үйі, чемпиондар лигасы жолы болмаушыларға арналған. Вар жүйесі әр бөлмеде. Кештерің жақсы өтсін. Оу, мұнда кім бар? Варди осында. Адамға бұлай тақалмаш. Еуропа лигасы үйіне қош келдіңдер. Жарылған лампалар үшін айып етпеңдер. Олар қайта жанды. Ереже бұзған бұрынғы жасөспірім ретінде айтайын. Жас футболшыларды жөнге салуға арналған бағдарламаны жасап шықтым. Жай ғана бұттарына жібергенше қорқытам. Мына жаққа қарай менің артынан ілесіңдер, жас таланттар. Сендердің үйдегі жексұрын жол сілтеушілерін болуға рұқсат етіңдер. Мына швед үстелінде біз күн сайын таңғы ас ішеміз. О, мұның жаман емес. Және жақсы да емес. Себебі біз таңғы асқа жұмыртқа жемейміз. Сонда олар ақуызды қайдан алады? Ал мында барлығы қосылулы жүйесі бойынша жұмыс істейтін біздің фитнес орталық. Тамаша. Бірақ мұнда жалғыз ғана жаттығу аппараты. Олар оны дұрыс қолданып жатқан жоқ. Өлшемі Стадио Олимпикодай болатын бассейнге жүзуді қалайсыңдар ма? Онда менің сендерге жаным ашиды. Себебі бізде сыртіне түсілгі жоқ. О, жоқ. Олар тоңып қалады ғой. Мынаған бағасын беріңдер. Құдайым-ау, оларға не болған? Ой, ештеңе емес. Бұл олардың жай қонаққа киетін формасы. Олардың тым тар бөлмесін көрсеткім келді. Маған бұл жер ұнамайды. Мұнда тым қорқынышты. Неменеден қорықтың? Мұнда бір қорқынышты дүние болса, ол оның кофеинге деген тәуелділігі. Кешір, бірақ мен сенің ойыңша күлкілімін бе? Көтімді аштым ба күлетіндей? Сайық мазақ көресің бе әлде? Міне, мына жігіт клоун. Мен туған күндерде балалар мейрамында өнер көрсетемін. Тіпті футбол матчтарында да. Досым, тыңдаш, мені қорқыта алмайсың. Сондықтан тырыспа да. Сен жай ғана күлкілісің. О, яғни мен сен үшін қорқынышты емеспін. Окей, онда саған расымен де қорқынышты дүниені көрсетейін. Бұл қандай жер өзі? Бұл сауна. Бірақ бұл жақта ешқашан ыстық болмайды. Алдыға қарай өтіңдер. Және дұрыстап қараңдар. Емі, бұл не болды? Кімнің құлшынысы бар жалғаттануға? Лестерге. Жоқ, әрине жоқ. Не сұрақ бұл өзі? Жоқ, мен кеттім. Қараңдар, менің ақыр заман конвертім. Сендердің болашақтарыңды айтып берем. О, Фил Фоден. Англия құрамасының үміті. Саған дейінгі таланттар секілді. Кішігірім жарақаттарың үнемі мазалайтындай күйге түскенге дейін. Одан кейін сен келісім шартыңны қайта қаралатын сәтіне кезігесің. Және сен жаның ауырса да өтірік күлген кезді Вест Хэм жейдесін киген тұста сезінесің. О, жоқ, мен олардың ақмақ әнұран тыңдағым келмей. Ансу Фати. Олар сені келесі Месси деп атайды. Бірақ Боянның басынан өткен секілді барлығы ойдағыдай емес. Сені португалиялық командаға сатып алу мүмкіндігі бар ережемен жалға жібереді. Окей, Брендан, осы жететін сияқты. Олар әлі жас ойыншылар ғой. Және сен, Джейдон Санчо. Сенің тағдырың небәрі 3 қана әріппен жазылған. М, Л, С. Жоқ, тек қана бұл емес, өтінемін. Мен барлығына келсем, тек бұл емес. Бізге кету керек бұл жерден. Айттым ғой, болды, жетер.
О, жоқ. Анашым-ау, өтінемін. Рахмет, досым. Маған өзіммен жұмыс істеу керек екендігін ұқтырдың. Сенің жолыңды қайталамас үшін. О, тағы бір сәтті тәлім тәрбие. Джейми Вардидің орындауында. Бон вояж, жігіттер. Өздеріңнің жаңа тәлімгерлеріңе хат жазуды ұмытпаңдар. Джейми Варди. Жақынырақ барар ем, бірақ тобығымдағы мына шоқтың мүмкіндік бермей тұрғаны. Сонымен достар, мінекей, жаңа маусымның 3-ші бөлімі де аяқталды. Ендігі серия қашан екендігін біз білеміз. Келесі аптаның дүйсенбісінде, яғни 30-шы қарашада бұйырса. Ал оған дейін мына видеоға лайк басып достарымызға таратайық. Мен Есбол Қарағұл, келесі кездескенше. Видеоға лайк басып, тек футбол арнасына жазылып қою үшін мынаны пайдаланыңыздар.